Ассалаумағалейкум қазақ елі, каналымызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кейіннен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз кейбір туланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсысын еткізуді жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Депутат шаруа адамы мен малшының жұмысы ауыр екенін айта келе, малшының мәртебесін көтеру жөніндегі бірнеше ұсыныс айтты. Ол әскери қызметкер сияқты 25 жыл тоқтаусыз мал баққан адамды зейнетке шығару керек деп санайды. Оның пікірінше, бұған қоса жылына бір рет малшыны жанұясымен бірге тегін медициналық қызметтерден өткізіп, шипажайға демалуға жолдама беру қажет. Сондай-ақ ол малшыларға жалақы төлеу мәселесін де көтерді. Бүгінгі таңда мал шаруашылығының еңбегі жұмыс беруші тарапынан бағаланбай жатқанын ескерсек, оларға еңбек бағдарламасы арқылы мемлекеттен белгілі бір пайызда жалақы төленсе, деді ол. Бұған қоса депутат малшыларды ауыл мен аудан орталықтарында мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуді ұсынды. Депутаттық сауалда малшының балаларына білім алуға жағдай жасау мәселесі көтерілген. Мәселен, балабақшамен қамтамасыз ету, мектеп жасындағы балаларға жақсы білім алуына жағдай жасап, арнайы интернеттер ашып оқыту қажет. Жоғарғы оқу орындары түсуге арнайы гранттар бөлу және ұлттық бірыңғай тесттерді тапсырған малшы балаларына арнайы жеңілдіктер жасалуы қажет. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.